Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз буын және тасымал. Буын дегеніміз сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, бала, орындық, мектеп. Балалар, буын дауысты дыбыс сөз басында келгенде жеке өзі буын құрай алады. Мысалы, әке, арыстан, ірімшік. Келесі бізде балалар, бұл тасымал. Тасымал. Жазып келе жатқанда жолға сыймаған сөздер буын жүгімен тасымалданады. Мысалы, дүкендер, балалар. Ескерту. Назар салып тыңдаймыз балалар. Жеке дыбыс жолдың басында және жолдың соңында келмейді. Және де балалар, бізде тасымалданған буын келесі жолдың басында басталғанда дауысты дыбыстан басталмайды. Және де бізде қысқартылған сөздер тасымалданбайды. Енді балалар, біз сабағымызды қорытындылайық. Буын және тасымалдың айырмашылығын қараймыз. Бірінші сөз ойыншық. Ойыншық. Тасымалда бұл сөз ойыншық. Етікші. Етікші. Инелік. Инелік. Орындық. Орындық. Арыстан. Арыстан. Ірімшік. Ірімшік.